қазақ елі, сіздермен лицейдің соңғы жаңалықтарына шолу жасайтын мен Әділбек Анел. 1 қыркүйек күні мектебіміз білім алушыларға есігін айқара ашып, мектеп табалдырығын алғаш аттаған кішкентай бүлдіршіндерді ықыласпен қарсы алды. Осы орайда мектеп лицейіміздегі алғашқы қоңырау салтанаты өз деңгейінде өтті. Ақпантик тағып бірден мектеп формасын киген оқушылар мереке сәнін келтірді. Алдымен 1-ші сыныпқа қабылданған бүлдіршіндер үнемі білім іздейтіндіктерін білдіріп, өлең шумақтарын оқып мың бұрала биледі. Салтанатты шараға аудан әкімінің орынбасары Дәурен Оңғарбайұлы, аудандық мәслихат депутаты Ерболат Сартайұлы, Қазалы газетінің бас редакторы Есет Жұмабекұлы, Қазалы ауданы бойынша білім бөлімінің сектор меңгерушісі Кенжетай Қаразымұлы, білім ордамыздың қамқоршылық кеңесінің төрайымы Фатима Утибалиевна қатысып, барлық оқушыларға мектеп табалдырығын алғаш аттаған бүлдіршіндерге алдағы уақытта сапалы білім мен тәрбие алуға еліміздің үлгілі азаматтары болып қалыптасуына тілектестік білдірді. Ал бүгін аудандық білім бөлімінің басшысы Әділхан Жөрекешев пен білім қызметкерлері кәсіподағы ұйымының төрағасы Әбілқасым Роман республикалық үздік педагог конкурсының аудандық кезеңінде жеңімпаз атанған ұстаздарды қабылдады. Ұстаздардың қызығушылығын оятқан конкурста 249-ші мектеп лицейдің тарих пәні мұғалімі Шохан Ботагөз үздік атанып, келесі кезеңге жолдама алды. Ауданның бас ұстазы жетістігімен белес бағындырған педагогтарға ілтипат көрсетіп, куәліктерін табыстады. Ұстазымызға облыстық кезеңге сәттілік тілей отыра республиканың үздік атануына тілектестік білдіреміз. Жаңалықтар легін жалғастырамыз. Заманауи құрылғылармен жабдықталған сыйымдылығы 40 орындық автобусқа алғашқы мінген оқушылардың қуанышында шек болмады. Мемлекеттің қамқорлығын сезінген оқушы мен ата-ана өз алғыстарын білдіруде. Бүлдіршіндер мекені Айналайын шағын орталығында 2023 жылға 1-10 қыркүйек аралығында жол қозғалысы ережелерін сақтау, жол көлік оқиғаларының алдын алу бағыты бойынша халықты ақпараттандыруға бағытталған ұлттық бағдарлама тұжырымдамасы негізінде түсіндірме жұмыстары жүргізіліп, тақырып аясында ақпараттық танымдық материалдар таратылды. Тағы бір қуаныш. Қазақстан халқы тілдері күні мерекесі қарсаңында мемлекеттік тілдің мәртебесін нығайтуға қолданыс аясын кеңейтуге қосқан зор үлесі үшін білім ордамыздың орыс тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Аделбаева Саида Сапарбаевна Қазақстан Республикасының ғылым және жоғары білім министрлігінің тіл саясаты комитеті төрағасының алғыс хатымен марапатталды. Еліміздің батысы Ақтау қаласында Маңғыстау облысының 50 жылдығы, Ақтау қаласының 60 жылдығына орай біз күн перзентіміз халықаралық фестивалі 7-11 қыркүйек аралығында өтті. Аталмыш сайыста білім ордамыздың дарынды шәкірті Мылтықбай Балауса терме номинациясы бойынша жүлделі 3-ші орынды иеленді. Осымен жаңалықтар легі өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше күн нұрлы болсын.